Сәлем достар, бүгін сіздермен тартелеткелер жасаймыз. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қараңыздар және менің каналымды жоғалтып алмау үшін подписаться түймешесін басып тіркеліп алыңыздар. Қос ыдысымызға ұнымызды және мұздап тұрған сары майымызды саламыз. Сары майымызды ұнға аунатып алып, дәл осындай теркадан өткізіп аламыз. Терканың майда әдісінен өткізсеңіздер, ұнмен жақсы араласып кететін болады. Сары майымызды өткізіп алғаннан кейін, дәл осылай ұнмен араластырып, тұзымызбен қантымызды және разрыхлителімізді салып, тағы да бір рет араластырып жібереміз. Ал енді біздің сары майларымыз еріп кеткенге дейін қолымызбен жақсылап езіп алатын боламыз. Дайын болған массамызға сүтімізді және жұмыртқамызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Осы жерде көрсетілген ұннан бөлек басқа ұн қоспайсыздар. Толық грамдарын описаниеға жазып қалдырамын, сол жерден қарай аласыздар. Біздің қамырымыз дайын болды. Дәл осындай өте жұмсақ қамыр болады. Бірден қолдансаңыздар да болады, немесе мұздатқышқа қойып алсаңыздар да болады. Дайын қамырымыздың бетіне пергамент қағазымызды қойып жайып аламыз. Пергамент қағазын қоймай да жайсаңыздар да болады. Бізге дәл осындай екі форма қажет болады. Біреуі кішкентай, екіншісі үлкендеу болады. Мен бұл тартелеткені бірінші рет жасап тұрмын. Кішкене қамырларын қалың жасап қойған екенмін. Сіздер мүмкіндігінше қамырын шұқалау жасаңыздар. Ал енді формамызбен кесіп алғаннан кейін дәл осылай тартелеткелерімізге жайғастырамыз. Іштерін басып тұрып, шеттерінде жақсылап басып, жайғастырып алатын боламыз. Дәл осындай болады. Дайындап алған тартелеткелеріміздің ішін вилкамен жақсылап тесіп аламыз және пісіруге жібереміз. Қызып тұрған 160 градуста 35-40 минутта пісіп шығатын болады. Осы жасап алған қамырымыздан 12 штук тартелетке шығады. Біздің тартелеткелеріміз пісіп шықты. Формасынан өте оңай шешіледі. Және бұл тартелеткелер дәмді емес, закускаларға қолдансаңыздар болады. Ішіне әртүрлі начинкалар салып, дастарханға тарсаңыздар болады. Егер де сіздер тәтті болғанын қаласаңыздар, қамырымызға сахарная пудра қосып жіберсеңіздер болады. Достар, сіздерге видеом ұнаған болса, менің каналыма жазылып, лайк басып, комментарийға өз пікірлеріңізді қалдырыңыздар. Сау сәлеметте болыңыздар.